Сәлеметсіздер. Бүгінгі тақырыбымыз эволюциялық үдерістегі өзгергіштіктің рөлі. Эволюция жаңа тіршілік формаларының пайда болу үдерісі. Тұқым қуалайтын өзгергіштік эволюцияның маңызды себептерінің бірі болып саналады. Өзгергіштік болмаса, тірі ағзалар өзгермейтін еді, және жаңа түрлер пайда болмайтын еді. Табиғи сұрыпталу осы өзгерістердің ішінен пайдалысын сақтап, зияндысын жояды. Дарвин сұрыптауды эволюцияның бағыттаушы фактор деп атаған. Өзгергіштік дегеніміз не? Бұл ағзалардың белгілері мен қасиеттерінің өзгеруі. Ол туралы алдыңғы тақырыптарда ақпараттар алғанбыз. Өзгергіштік тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын болып бөлінеді. Тұқым қуалайтын өзгергіштік ұрпаққа беріледі және эволюция үшін маңызды материал болып табылады. Өздеріңіздің көріп отырған суретте қояндардың түс белгілерінің ұрпаққа берілуі көрсетілген. Сұр және қоңыр түсті қояндарды будандастырғанда, олардың ұрпақтарында әр түрлі түсті қояндар пайда болған. Бұл құбылыс Мендель заңдарына сәйкес жүрілгендігін сіздер жақсы білесіздер. Онда әр қоян ата-анасынан белгілі бір гендерді алады. Гендердің әр түрлі комбинациялануы нәтижесінде ұрпақтардың түсі де әр түрлі болуы мүмкін екендігін дәлелі болып келеді. Бұл комбинативтік өзгергіштіктің мысалы. Комбинативтік өзгергіштік кезінде ата-аналық гендер жаңаша үйлесіп, ағзалар арасында алуан түрлі пайда болады. Ал модификациялық өзгергіштік сыртқы орта жағдайларының әсерінен пайда болады және ұрпаққа берілмейді. Мутациялық өзгергіштік мутацияларға байланысты пайда болады. Бұл кезде гендерде, хромосомаларда немесе ДНК молекуласында өзгерістер жүреді. Мутациялар репликация немесе мейоз барысында болатын бұзылыстар нәтижесінде қалыптасады. Соның нәтижесінде ағзада жаңа тұқым қуалайтын қасиеттер пайда болады. Мутациялар пайдалы, зиянды немесе бейтарап болуы мүмкін. Пайдалы мутациялар ағзалардың қоршаған ортаға бейімделуіне көмектеседі. Ал зиянды мутациялар ағзаның тіршілігіне кері әсер етуі мүмкін. Мутациялық өзгергіштік эволюция үшін маңызды, себебі ол жаңа белгілердің пайда болуына және жаңа түрлердің қалыптасуына ықпал етеді. Комбинативтік өзгергіштік кезінде ата-анасындағы гендер мен белгілер ұрпақтарында жаңадан комбинацияланады. Бұл өзгергіштік жынысты көбею кезінде байқалады. Кроссинг-овер, тәуелсіз ажырау және кездейсоқ ұрықтану нәтижесінде ұрпақтар бір-бірінен ерекшеленеді. Соның нәтижесінде ағзалардың алуан түрлілігі қалыптасады. Суретте әр түрлі көгершіндер бейнеленген. Олардың түсі, қауырсыны және дене пішіні әр түрлі. Бұл комбинативтік өзгергіштіктің мысалы. Себебі ата-аналық гендердің әр түрлі үйлесуінен ұрпақтарда жаңа белгілер пайда болады. Осындай өзгерістер нәтижесінде ағзалар арасында алуан түрлілік қалыптасады. Өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы өзгергіштік сұрыптау үшін материал береді. Өзгергіштік болса, бір түр даралары біркелкі болмайды. Табиғатта кейбір даралар қоршаған ортаға жақсы бейімделеді, ал кейбіреулері нашар бейімделеді. Табиғи сұрыпталу пайдалы белгілері бар дараларды сақтап, олардың көбеюіне мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде жаңа түрлер пайда болады. Суретте Дарвин зерттеген вьюр құстарына ұқсас құстар көрсетілген. Олардың тұмсықтары әр түрлі қорекке бейімделуіне байланысты өзгеше болып қалыптасқан. Мысалы, жуан тұмсық қатты дәндерді шағуға, жіңішке тұмсық жәндіктерді ұстауға бейімделген. Бұл табиғи сұрыпталу мен бейімделудің нәтижесі болып табылады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқтады. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Егер сабақ пайдалы болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, қоңырау басып каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз.